Қуыршақтарды кез келген өндіріс орындарында емес, үйде де қолмен жасауға болады. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз мынадай ұлттық нақыштағы қуыршақтарды өз үйінде қолмен жасап отырған жайы бар. Ендеше бүгінгі біздің кейіпкеріміз дәл осы ісмерлік істі қолға алған азаматша жайында болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Я с каждым разом, с каждой куклой, каждое вот это движение, это я все продумывала сама. То есть я не стою на месте. Вот я научилась на интернете когда-то первой куклы. Я не остановилась на этом, потому что, это делают все. Посмотрел человек по интернету, сделал и научился. А чтобы свое создать, чтобы оно не повторялось и никто не смог повторить, допустим, я постоянно развиваюсь, и уже я не смотрю ни в интернет, никуда. Теперь я сама все придумываю. Надежданың негізгі мамандығы суретші. Ол 3 жыл бұрын ғаламтордың көмегіне жүгініп біраз нәрсені үйреніп алған. Кейін өз қолына ерік беріп, жылдан жылға дамытып та келеді. Мәселен, ұлттық нақыштағы қуыршақтардың технологиясын ғаламтордан көргенмен, дәл адамға ұқсатып жасауға өз мамандығы сеп болған. Вот эти именно две куклы, это чисто авторская моя работа. То есть Бұл менің өз ойымнан туындаған авторлық туындым. Дәл осылай жасай алғысы келгенмен, ешкім бұның қаз қалпында айнытпай жасай алмайды. Өйткені бұны мен өз ойыммен ойлап жасағанмын. Иголкой, ниткой создать вот это все, это на каждую вот эту вот морщинку, как оно вот называется, складочку, да, это все ушло неделя где-то моей работы. Қарапайым ғана шұлықпен жұмсақ синтефоннан жасалатын ойыншықтарға негізінен аса көп материал қажет емес. Ішіне темірден иіп қаңқасы жасалса, сырты силикон және шұлықпен қапталады. Вот эти куклы самые сложные. Просто сложность в чем? Здесь нельзя переделать стежок. Бұл істе шатаспауым керек. Егерде бір жерден қате кетсе болды, әрі қарай ол жөнделмейді. Бұның ең бір қиын жер осы. Сондықтан да мен жасап отырып, үнемі ой үстінде отырамын. Себебі шатаспауым керек. Айтатын болсам, мен қуыршақтарды бастағанымда ешкім мені бөлмейді. Тек өзім отырып жасаймын. Көрген көздің жауын алар, бұл әдемі қуыршақтарға сұраныста жоғары. Шымкенттіктерден өзге Алматы қаласынан да келіп, әкетушілер бар. Әсіресе қазақи нақыштағы дүниелерді ұнатушылар басым екен, өйткені бұл кәдес ретінде таптырмас сыйлық. И в каждой кукле, вот я знаю, что не повторит никто, потому что это все я продумывала головой своей. Поэтому куклы вот эти, они не повторятся. Мен өз өнерімді қалыптастырғым келеді. Ешкімдікін көшірме жасамаймын. Мұнаның бәрі менің басыммен ойлап тапқандарым. Енді осы қуыршақтарымды әрмен қарай дамытқым келеді. Бір орында тоқталмай, нағыз тірі адам кейпіндегі дүниелерді жасасам деймін. Көлемінде үлкейтуді ойластырып жатырмын қазір. Такое особенное, больше, чтобы подходило. Если вот девочка, чтобы больше посмотрел, что это видно было, что это ребенок. Если, допустим, это дедушка, чтобы это видно было, что вот дедушка, стараюсь как-то, понимаете, к естественности, чтобы уже вот посмотреть, чтобы это больше человеческого, живого было. Бұдан өзге әскер әйел ұлтаралық татулықты насихаттайтын туындылар жасауды да қолға алған. Әзірге қазақ пен орыстың ұлттық үлгідегі қуыршақтарды жасаса, алдағы уақытта өзбек, кәріс тағысында ұлт өкілдерінде жасап шығармақ ниетте. И вот у меня сейчас мечта, понимаете, создать именно вот такую девочку, чтобы она практически не отличалась от фотографии. Чтобы вот ее посмотреть, что это не видно было, что это кукла, что это ребенок стоит. Менің ендігі арманым дәл суреттегіден айнытпай жасау. Бір қарағанда қуыршақтар суреттегі қыздан айырмастай болса, яғни тұрған тұрысы, басына тартқан орамалына дейін айна қатесіз болса деймін. Сол бағытта жұмыста жасап жатырмын. Алла қаласа, ол туындыларымды да көре жатарсыздар. И понимаете, вот когда начинала кукла учиться, вот это еще маленькая кукла, да? А сейчас, чем дальше, мне хочется их сделать больше, уже до 60 сантиметров куклы доходят. А у меня желание их сделать как бы, не в натуральную величину, конечно, да. Но когда кукла большая, в ней легче передать живость вот эту. Чтобы, уже говорю, чтобы вот как посмотрел человек, да, и видно, как будто это не кукла стоит, да, а как будто это настоящий человек стоит. Вот когда мне это удастся, да, я буду считать себя супермастером.
Конечно, пока не дошла еще. Ну, стремлюсь. Все равно мои куклы, я знаю, что вот каждая кукла уже особенная. Негізінен әдемі әрі тартымды қуыршақтарды көргенде өзіңде қолдан жасағың ақ келеді. Дегенмен оны жасау оңай шаруа емес дейді кейіпкеріміз. Мәселен, Надежда апай бір қуыршақты бітіру үшін 6-10 сағатын сарп етеді.